Ағайын, ассалаумағалейкум. Бүгін жұмысқа ауырып болып үлгере алмай жатырмыз. Соның арасында шығып кетейін. Мынандай сұрақ қойыпты. Коллекторлық компания белгілі бір сумма төлемесең, график жасап бермейміз деп жатқан көрінеді. Осындай жағдайда графикке қарамай өзім төлей берсем бола ма дейді. Бұл сұраққа былай жауап бергенім дұрыс. Алдымен, қалай болған күнде де берешектің мөлшерін анықтап алу керек. Әркез айтып келе жатырмыз. Біріншіден, үйге хат келген жоқ банктен. Берешектің осындай адамға өтіп жатыр, яғни коллекторлық агенттікке немесе үшінші тұлғаларға дербес деректерінде беріп жатырмыз. Енді сен коллекторлық агенттікке төлейсің деген ешқандай хат келген жоқ. Бәрі телефон арқылы біреу қоңырау шалады, айтады, болды. Біз соған құдайымыздай сенеміз. Негізінде олай болмау керек. Дұрысында хат келу керек. Сол хаттың негізінде бәрі жазбаша ғой, яғни. Содан кейін ғана барып кімге төлеу керек екенін бәрі анық тұру керек сол жерде. Сондықтан мұндай жағдайда біздің кеңесіміз былай. Бірінші, банкке берешек мөлшерін анықтау керек. Неге банкке? Себебі қарызды біз банктен алдық. Ал енді өзге ұйымдардан алған жағдайда жалпы кредит берген ұйымға арыз жазамыз. Берешегімнің мөлшері қанша? Мен соны төлейін деп едім, реквизит керек. Сосын жауап келеді. Жауабы екі талай болады. Біреу коллекторларға бердік, немесе бізде деген секілді. Қалай болған күнде де жауапты алғаннан кейін, егер коллекторлық агенттікке өтті десе, онда коллекторлық агенттікке бүгінгі күнге берешегіңіздің мөлшерін сұрайсыз. Сосын екеуі одан алған және банктен алған, немесе кредит берген ұйымнан алған жауаптарды тексеріп, олардың арасында қарама-қайшылық туса, онда қаржы нарығы реттеу агенттігіне арыз жазып тексерту керек заңдылығын. Енді делік, сонымен берешек мөлшерін анықтап алдық делік, банкте болсын, немесе коллекторлық агенттікте болсын. Енді не істейміз? Онда өзіміздің жағдайымызды түсіндіріп, осындай суммада айына осыншадан төлей аламын деген ұсыныс жібересіздер. Сол ұсыныс бойынша әрмен қарай олай қарайды. Егер коллекторлық агенттікке өткен болатын болса, онда егер олар келіспеген күннің өзінде жаңа берешектерге қарай отырып, олардан төлем жасауға қажетті банк деректемелерін алып, реквизиттерді сол бойынша төлем жасайсыздар. Төлемді жасаған кезде әрбір түбіртекті сақтау керек. Егер терминалдар арқылы төлем жасалса, онда олардың көшірмесін алып сақтайсыздар. Мінекей осылардың бәрін жинақтап бәрін болғаннан кейін, ертең құтылдым ау деген күні жаңағы коллекторлық агенттікке немесе банкке арыз жазып, қарыз жоқ деген анықтама аласыздар. Ал енді банктың өзінде болған жағдайда жаңа арыздар жазасыздар, төлем кестесін жасауға келіспесе, реструктуризация делік, соны жасауға келіспесе, онда қаржы нарығы реттеу агенттігіне хабарласып, көмек сұрап көруге болады. Сөйтіп әрмен қарай жұмыстарды реттейсіздер және төлемдер жасауға мүмкіндіктерді аласыздар. Сол ағай телефонмен хабарласты екен деп, айтты екен деп ақпаратқа соған сеніп, жаңағы ақша төлеп қойып, одан кейін оның қайда кеткенін таба алмай, байбалам салып, төлем жасағаннан кейін түбіртектерін қайда алғанын білмей, қазақмайлыққа, немкеттілікке жол бермей, сауатты қадамдар жасайық ағайын. Егер де осының бәрін істеусіздер қиындық тудыратын болса, онда бізге хабарласыңыздар, кеңес аламын десеңіздер, кеңеске жазылыңыздар. Нөмір осы видеоның астында ағайын. Таратайық, көмектесіңдер, бір-бірімізге көмектесейік ағайын. Кем дегенде ақпарат беріп.